Қайырлы күн. Сіздермен бүгін осындай грек салатын әзірлейміз. Дәмі өте тамаша. Бұл ПП салат ретінде де жүреді. Менің каналыма жазылуды, лайк басуды ұмытпаңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Бізге салатты әзірлеу үшін міне осы заттар қажет. Барлығын видеодағындай ірі етіп турап аласыздар. Салат жапырақтарын ірі етіп осылай бөліп аласыздар. Қара бұрыш, тұз қажет, фетакса сыры. Алдымен салат жапырақтарын мискаға саламыз. Артынан ірі туралған қиярды, осындай салат пиязын, қызанақты, перецті, яғни болгар бұрышын жасыл, қызыл түрінде қолдануға болады. Мен салатымда қызыл, жасыл түстер бар болғандықтан сары түсін алдым. Және де маслиниді саласыздар. Ал енді соусына кірісейік. Оливковое масло және де оған тұз бен қара бұрыш қосамыз. Және де керегінше лимонды сығамыз. Өздеріңіздің талғамдарыңызға қарай лимонды көбірек қоссаңыздар болады. Себебі тұзды аз қостық. Бұл салаттың ең негізгі фишкасы сол лимон. Әбден араластырып тұз ерігенше салаттың үстіне қосамыз. Енді барынша салатқа май әбден жағылғанша араластырамыз. Байқасаңыздар, мен әбден араластырдым, бірақ фетакса сырын қосқан жоқпын. Себебі әбден араластырып алғаннан кейін ғана фетакса сырын қосыңыздар. Оны қосқаннан кейін көп араластырмаңыздар. Салат дайын. Ыдысқа әдемілеп саламыз, бірақ бұл салат безендіруді қатты қажет етпейді. Өйткені өзінің түрі қараңыздар қандай өте әдемі. Достар, ас болсын, менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар.